сен еңбектеніп, сенің ойбай мынандай бизнесің бар, анандай бизнесің бар, сен мынандай білікті мамансың дегеніңмен де сенің түбіне келген кезде сенің бірде-бір тәртібің жоқ, түсінігің жоқ, өзіңнен емес езден іздейтін болсаң, сенің бұл күнге дейін тапқан еңбегің сенің бес тиын болады. Себебі сен қанша жерден өзіңнің білікті маман екеніңді ел мойындап, сенің халық сені және еңбегіңді бағалап жатса да, сенің түбіндегі тәртібің жоқ болса, түсінігің мол емес, халыққа жанашыр емес болсаң, сенің бұл күнге дейін жеген және тапқан қасықтап жиған еңбегің сенің шелектеп төгіледі дейді ғой. Сонда егер де тәртібің болмаса, сенің еңбегің ешке де керек емес. Сен мысалы осы күнге дейін қаншалықты жақсылық болса, бірақ бір күні келіп, сенің бір сәтте ғана бір жамандығың, бір жаман атың шығып қалатын болса, сенің бұл күнге дейін жиған аты жөнің және барлық ұлағатты болған аттарың, сенің елге тараған атың ел арасында керісінше бір мініңнен сенің бүкіл еңбегің еш кететін болады. Сондықтан да ең алдымен еңбектен емес, тәртіптен бастау керек деп есептеймін. Және де осы тәртіпті және үйден бастау керек, ата-анадан бастау керек. Ата-анаңның сөзін тыңдап, ата-анаңның адал болып және олардың еңбектерін ақтап, үмітін ақтап және болашақта ата-анаңның мақтан тұтатындай, ой, мынау менің қызым, мынау менің ұлым, мынандай университетте оқып жатыр, мынандай маман деп айтатындай және нағыз ата-анаңның құрметіне, ел құрметіне лайық бала-шаға болу керек деп есептеймін.